тістерді тазалаймыз, бірақ тістердің арасы бар. Ол жерде көп контактный кариес деп атайды да бізде стоматологияда көп адамдарда сондай. И он жерде кариес болмасын десеңіз, сізге міндетті түрде ёршик немесе зубная нит керек болады. Олжан, формулам бар, қандай тістің арасына қандай ёршикті салатынын, қолданатынын, ассорти деп атайды. Әртүрлі, диаметрлері әртүрлі. Себебі бір тістің арасы кішкентай болса, сіз оған үлкен ёршикті салып жіберсеңіз, қанап кетеді. Зубной сосочек дейді ғой, оны зақымдайсыз. Сондықтан мынаны әрқайсысы қандай ёршик керек екенін біліп жүруіңіз керек. Одан кейін мынау деген мен балам зубная нитта, душа, бәрін ашып сөзін бүйтіп қоюға тура келді. Или вообще басқасын алдым. Паста бар, ну, знаете, такой пробный версия сияқты, өте әдемі. Мынау отбеливающий, BU деген Курат Прокстікі тоже.